Здравствуйте, дети! Саламатсыздар ма, балалар? Мы начинаем изучать раздел «Мой родной край», «Менің туған өлкем» тақырыбын бастаймыз жаңа бөлімді. Урок номер 17, 17 сабақ. Тема урока «Моя родина Казахстан». Сабағымыздың тақырыбы «Менің отаным Казахстан». Упражнение номер 1. Бірінші тапсырма. Послушайте отрывок из стихотворения «Твоя родина». Родина – это твой край и столица. Родина – это аул и станица. Родина – это родной твой язык. Это народ, что могуч и велик. Асылбеков. Объясните на родном языке, что такое родина. Өз ана тілінде отан дегенді түсіндіріп бер деп жатыр. Напишите в тетради выделенные слова, на какой вопрос они отвечают. Мына жерде қарамен жазылған сөздер бізде қандай сұраққа жауап беретінін тап деп жатыр. Родина. Что родина? Так, что аул? Что столица? Что станица? Что язык? Что народ? Яғни қарамен жазылған сөздерді бізде не деген сұраққа жауап береді екен, иә? Родина – отан, столица – астана, родной язык – ана тілі, край – өлке. Упражнение номер 2. Екінші тапсырма. Продиктуй однокласснику предложение. Сыныптасыңа сөйлемді оқып бер. Проверь, как он его написал, ол оны қалай жазғанын тексер. Поменяйтесь ролями. Родина – это родной твой язык. Отан – бұл сенің өзіңнің ана тілің. Упражнение номер 3. Үшінші тапсырма. Прочитайте, подумайте, почему так говорят. Яғни, оқып, не үшін бұлай айтатынын айтып өтіңдер деп жатыр. Туған жерде жер болмас, туған елде ел болмас. Нет земли лучше родины своей, лучше, чем на родине нет людей. Упражнение номер 4. Төртінші тапсырма. Послушайте текст, о чем он. Мәтінді тыңдаймыз, және ол не туралы айтылған. Мой Казахстан, менің Қазақстаным. Наша родина – Республика Казахстан. Біздің отанымыз Қазақстан Республикасы. У нас богатая история, древняя культура и красивая природа. Бізде өте тарихы бай және мәдениеті мен табиғаты өте әдемі. Высокие горы, широкие степи, золотые поля с пшеницей, красивые озера – это все наш Казахстан. Яғни бізде биік таулар, кең жазық далалар, алтындай жарқыраған кең жазық дала, бидаймене және өте көп көлдері бар деп жатыр. Мы любим свою родину. Біз өзіміздің отанымызды жақсы көреміз. Рассмотрите фотографии, подберите в каждой из них словосочетание из текста. Суретке қарап, осыған мәтіндегі сөз тіркестерінің қайсы келетінін тап деп жатыр. На первой картинке, яғни бірінші суретте, высокие горы, а на второй картинке широкие степи, кең жазық дала. А на третьей картинке золотые поля, а на четвертой картинке красивые озера. Упражнение номер 5. Бесінші тапсырма. Прочитай, найди одинаковые слова с разными ударениями. Назови их. На юге Казахстана выращивают хлопок. Қазақстанның оңтүстігінде мақта өсіреді. Дети услышали громкий хлопок. Яғни сендерде бұл жерде айтып жатыр.
жазылуы бірдей болғанмен айтылуы әртүрлі болғанда мағынасы өзгеріп кететін сөздер. Ударение екпін қойғанда. Яғни біріншіде хлопок ол мақта, ал дети услышали громкий хлопок, яғни шапалақты естіді деп жатыр. Хлопок мақта, ударение падает на первый слог, яғни екпін бірінші дыбысқа түседі. Хлопок шапалақ, хлопок шапалақ, ударение падает на последний слог, яғни ең соңғы буынға түседі. Упражнение номер 6. 6-шы тапсырма. Подберите пропущенные слова, напишите в тетради. Яғни біз мына жердегі слова подсказкидағы сөздерді мына жерлерге қойып шығуымыз керек. Моя республика какая? Моя республика большая страна, яғни менің республикам өте үлкен деп жатыр. Я люблю свою родину. Мен өзімнің отанымды жақсы көремін. Мне нравится, что горы, степи, поля. Яғни маған өзімнің тауларым және кең жазық далаларым ұнайды деп жатыр.